Сәлем достар, сіздер Тілеумбердина Шынардың арнасындасыздар. Арнамда әртүрлі бағытта түсірімдер болғандықтан лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода кезекті құрағымыздың деталін сызатын боламыз. Ол үшін бізге тік төртбұрыш керек болады. 10-16 сантиметрлік тік төртбұрышты сызып алатын боламыз. Осы 16 сантиметрдің тең ортасы 8 сантиметрді белгілейміз. Мінекей. Төмен қарай 2 сантиметр белгілеп алып, төменнен жоғары қарай сол белгілеген 2 сантиметрге дейін көтереміз сызып. Кейін осы тең ортасындағы нүктемен екі жақ басын қосатын боламыз на видеодағыдай. Мінекей. Енді мына оң жақ бұрышынан тағы 2 сантиметрді есептеп белгілеп алатын боламыз. Екі жағынан бірдей етіп. Тура осы 2 сантиметрге қазір мына тең ортасымен оң жағын бір, сол жағын бір қосып алатын боламыз. Енді мына тең ортасындағы сызықтың өлшемі бізде 8 сантиметр, екеуінің тең ортасы 4 сантиметр болады. Соны белгілеп алып, сол жақ бұрышына 3 бұрышты шығарып алатын боламыз. Негізгі деталіміз осымен дайын. Енді барлық өлшем бірліктерін жазып шығайын. Толық жазып шыққан өлшем бірліктерді тоқтатып немесе скриншоттап алып қарасаңыздар болады. Ал біз ары қарай жалғастыра берейік. Енді дайын болған деталімізді әдемілеп, қайшымен асықпай қиып алатын боламыз. Алдағы уақытта дәл осы детальдермен көп жұмыс істейтін болғандықтан, осыны қатты қағаз бетіне жабыстырып, қатайтып аламыз. Мінекей, дәл осы детальді қазір тағы да 3-ке бөлемін. Және орналасу ретімен қойып шығамын да нөмірлеп қоятын боламын. Мінекей. Енді қатты қағазға әдемілеп жабыстыратын боламыз. Мінекей, менің алған мынандай аяқ киімнің бос қораптары. Бірінші деталімді жабыстырып алдым. Енді міне екінші детальді қасына қойып көремін. Осы екеуі бір-біріне жалғанғанда, мына үшінші детальмен бірге тең болу керек. Ол үшін мына бірінші детальға мына тігілесін тігіс жеріне 7 мм қосып жаңағы картонды қиятын боламын. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай. Құрағымызды қалдықсыз құрау мақсатында осылай детальдерімізді тігісімен бірге әдемілеп дайындап аламыз. Кейін матамызды дайындаған кезде ол тігіс бірге есептелініп тігетін болады. Мінекей, осылай бірінші деталіміз сонымен мінекей дайын. Мінекей, көрдіңіздер ме, тігіске 7 мм жеткілікті. Дәл осылай қиып алып дайындап қойсаңыздар, ертеңгі күні бүкіл детальді матаға қиған кезде есептелініп тұрады. Мінекей, тура бірінші детальді қиғандай, екінші деталімізді де әдемілеп картонымызға жабыстырып аламыз. Тігіс өтетін бөлігі жоғары жағынан 7 мм тағы да сызып қалдырып өтетін боламыз. Мінекей, видеода көріп отырғандарыңыздай 7 мм бір жақ бұрышынан тігіс өтетін жерінен қиямыз. Мінекей. Сонымен екінші деталімізде мінекей дайын болды. Мінекей, екеуін бірге қойғанда үшінші деталімізбен бірдей. Үшінші деталіміз ол ешқандай тігіске есептемейміз. Қалай бар, солай қиятын боламыз. Сонымен достар, 3D құрағымыздың негізгі детальдары дайын болды. Дәл осы детальдермен қазір мен матамды пішіп, сіздерге қойып көрсететін боламын. Тігілу жолын келесі видеомнан күтіңіздер. Бірге тігіп құрап шығатын боламыз. Достар, сонымен менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі видеода кездескенше. Мінекей.